Сәлем достар, менің есімім Алтынай. Мен жаңа видеома қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен әртүрлі стильдерде жасалған үйге шолу жасаймын. Бірінші стильдегі бөлме бұл пятизвездочный отель. Міне бұнда кәдімгідей ұйықтайтын төсек, шашып жинауға болады. Осындай өсімдік, мына жерде біреу боянуға болады. Осында шкаф, осындай қорабы бар. Және осындай халаттары, кішкентай халат, сосын екі орамал. Сосын осындай әп-әдемі сурет. Маған сурет қатты ұнайды. Ал сіздерге ұнай ма? Жауабын комментарияға жазыңыздар. Келесі бөлме бізде Glency деген стильде жасалған. Бұл сондай дүкен. Бұл жерде крампеттар отыра алады. Сосын сондай патчи. Қазір мен өзіме патчині кигіземін. Жоқ, мына қызға кигіземін. Міне. Түрі біртүрлі болып кетеді. Бірақ осылай болғаны жақсы. Міне осындай патчи. Келесі бізде осындай кішкентай ғана осындай кисточка. Мына жерде осындай пудрадан жасалған орындық, бұнда отыруға болады. Қазір көрсетемін. Міне, осылай отыру. Мына жерде бір нәрсені упаковать етуге болады. Міне. Осындай подарок. Міне бұл жерде лак, помада, тоналка, сосын шаш боятын заттар. Келесі бөлме Куроми стилінде жасалған. Бұл жерде Куроми ұйықтайды. Осы жерде отырып демала алады. Мына жерде ол боянады. Мына жерде ол өзінің заттарын салады. Міне осындай Куромидің түрі бар сағат. Осындай сүйектің түрінен жасалған светильник. Сосын Куроминың фотолары. Келесі бөлме бізде қызғылт қоянның стилінде істелінген. Бұл жерде қызғылт қоян шай іше алады. Мына жерде ол ұйықтайды кәдімгідей. Мына жерде ол киімдер тігеді, ол тігінші болып жұмыс. Міне оның заттары. Сондай мата, розой. Міне оның қарындаштары осылай сызып матаға қияды. Міне дәптері, өлшейтін бір нәрсе, қайшы, сосын календарь. Сосын осындай шкафчик өзінің киімдерін салады. Мына жерге ол енді ғана жасап болған киімін іліп қояды. Келесі бөлме күлгін және жасыл түсті стильде жасалған. Бұл бөлмеде еще балконы бар. Осы жерде ұйықтайды, мына осындай жамылатын нәрсе. Қазір. Ой. Кешіріңіздер. Міне. Солай жамылады. Міне жамылып жүрмін. Все, мен ұйықтаймын. Осы бөлмеде ұйықтаймын. Ладно. Міне осындай светильник. Күлгін түсті. Осындай. Гүлдер. Сирень вроде. Осындай сағат. Шын сағатты көрсететін. Қазір 7-ден 9 кетті. Міне мұнда да 7-ден 9 кетті деп тұр. Және міне осындай светильник тоже жасыл түсті бірақ. Осындай кілт үйден шыққанда жабылған. Мұнда тамақ ішіп шай ішуге болады. Ал балконда жай отырып сөйлесеміз. Ал осымен бұл видео аяқталды. Егер ұнаса, лайк, комментария қалдырып, каналыма тіркеліңіздер. Сау болыңыздар.